Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін медовый торт пісіретін боламыз, яғни балды торт. Бір жасағаннан өте дәмді болып шығады, нәзік болып шығады, сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен қайнап тұрған судың үстіне ыдысты осылай қоямын. Бұл бізде водяной ваня деп аталады. Сонда біз массаны ерітетін боламыз. Осы ыдыстың ішіне майды саламын. Маргарин немесе сары май салсаңыздар болады. Және де май ерігенше жақсылап қасықпен немесе венчикпен араластырамыз. Достар, осылай видеода көргендеріңіздей майды араластырдым. Су сияқты болу қажет. Енді майдың үстіне қантты саламын. Және қантты араластырып, бал саламын. Бал менде 4 ас қасық бал. Осылай барлығын араластырамын. Су сияқты кәдімгідей өте сұйық болып тұру қажет. Достар, енді осы массаның үстіне сода қосамын. 1 шай қасық сода қосамын. Сол кезде бізде реакция жүріп, осы масса көпіршиді. Достар, осылай көпіршуі қажет. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқаны саламын. Жұмыртқа менде 3 жұмыртқа, соны салып, жақсылап араластырып аламын. Осылай жұмыртқаны салып араластырамын. Достар, енді мен жаңағы жұмыртқаға массаны құйдым, еріткен массаны. Араластыра отыра құясыздар, сол кезде жұмыртқа пісіп қалмайды. Суытып құйған дұрыс. Енді ұнды сеуіп жатырмын. Ұнға ештеңе қосқан жоқпын, осылай бірден септім. Барлығын бірден қоссаңыздар да болады, ұнның немесе 2-3 бөлікке бөліп салсаңыздар да болады. Және де осы ұнды қосып, қамыр илейміз. Достар, осылай видеода көргендеріңіздей қамырды иледім. Қолға жабыспайтындай болу қажет. Не осылай болу қажет. Қолға жабыспайтындай және де жұмсақ болып тұру қажет. Енді осы қамырды бөліктерге бөлетін боламыз. Осылай 8 бөлікке бөлемін. Достар, осылай жаңағы қамырды бөлген қамырды алып, осы қамырды жаямыз. Пергаменттің үстіне бірден жайсаңыздар да болады, сол кезде жабыспайды пергаментке жайсаңыздар. Ештеңе жақпайсыздар, май ештеңе жақып қажет емес. Тек қана осылай пергаменттің үстіне жайып отырсаңыздар болғаны. Енді жайған қамырды пісіремін пеште. 180 градуста 4-5 минуттай пісіремін, беті қызару қажет. Достар, осылай қамыр пісіп шықты, жаңағы кож пісіп шықты. Енді осы кождың жандарын, керек емес артық жерлерін осылай пышақпен кесеміз, формаға салып. Осылай пісіп шықты, менде 8 кож шықты. Достар, осылай жаңағы артық қалған жерлерін целлофанға салып оқтаумен үгітіп шықтым. Енді крем жасауға көшеміз. Ол үшін сметананы алып ыдысқа саламын.
сметананың үстіне қантты қосамын, немесе қант ұнтағын қоссаңыздар да болады. Осылай мен қантты қосамын, және де ұзақ уақыт араластыру қажет. Қант ерігенше араластырамыз. Достар, осылай кремді жасаудамын. Кремді жасап болдым десем де болады. Енді осы корждарды жинаймыз. Алдымен кремді алып, корждың үстіне жағамыз. Корж, крем деп екеуін осылай бірдей жағып шығамыз. Барлық корждарға бірдей крем жағамыз. Достар, енді барлық жағына кремді жағып шықтым. Жандарына да үстіне де әдемілеп кремді жағып шығамыз. Енді жаңағы үгітіндіні бетіне себеміз. Немесе өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен жай ғана осылай барлық жеріне үгітіндіні септім. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша да мысалы жем-жидектерді қойып жасасаңыздар да өте әдемі шығады. Өз фантазияларыңызға байланысты. Достар, осымен торт дайын болды. Өте әдемі болып шықты, және де жұмсақ болып шықты. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.